Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін саңырауқұлақ печеньесін дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды салып, оның үстіне сахарная пудраны салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне крахмалды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Шым-шымтыз және бір жұмыртқаны салып, венчикпен тағы да біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қопсытқыш қосып араластырамыз. Ұнды ситадан өткізіп, екі бөлікке бөліп қосамыз. Ұнның екінші бөлігін қосып, тестамызды жасаймыз. Тестамызды біркелкі масса болғанға дейін қолмен араластырамыз. Тестамыз өте жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып шығады. Тестамызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп, қолдың көмегімен дөңгелек пішін жасап аламыз. Противинге пергамент қағазын төсеп, оның үстіне тестамызды қойып, қолдың көмегімен бір рет басып аламыз. Бөлек ыдысқа какаоны салып аламыз және де бөтелкенің басын сол какаоға орнатамыз. Бөтелкенің басын жаңағы тестамызға басып шығамыз. Барлық тестадан дәл осылай жасап шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. Саңырауқұлақ тәрізді печеньеміз дайын болды. Өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің рецептіме жасаған тәттілеріңізді сторизге салып, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын сіздермен болған Қаракөз.